Өзіміздің осындай гифкамызды жасау үшін, яғни өз стикерімізді жасау үшін бізге бірінші осындай видео түсіріп алу қажет, өзіміздің видеомызды. Және де браузерге кіріп unscreen.com деген сайтқа кіреміз, апплоудты басамыз, медиатеканың ішіне жаңағы видеомызды осылай выбрать етіп аламыз. Содан соң автоматом осылай өзіміздің гифкамызды жасап береді. 100-ге толды, енді астына түсек жүктеп алу деген бар. Не осылай жүктеп алдық. Загрузить. Мне төбеге стрелкада загрузить етілді, және де осыны басамыз. Төбеде тағы да стрелка бар. Соны басқан кезде сохранить изображение деген бар. Міне осымен біздің гифкамыз не осы жерге барды. Міне осыны астындағы стрелканы басып скопировать фото дейміз да. Кез келген видеомызға, например, сторис саламыз да, міне осылай. И скопировать ету арқылы өзіміздің гифкамызды осылай қоямыз.